Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте оңай әрі тез, небары 3 минутта ғана дайын болатын кексті жасап үйренетін боламыз. Бұл кекстің ерекшелігі сонда ол кәдімгідей пеште емес, өзіміздің тамақ ысытатын микротолқынды пеште дайындалады. Бізге қажетті заттар ол сұйық май, айран немесе сүт қолдансаңыздар да болады, какао ұнтағы, ұн, құпшекер, жұмыртқа және бізге өз кекстерді пісіруге осындай 2 бокал керек болады. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаны жарып саламыз. Оның үстіне дайындап қойған айранымызды құямыз, немесе сүт қолдансаңыздар да бола береді. Және сұйық майды қосамыз. Құрғақ заттарды бөлек ыдысқа араластырып алғанымыз дұрыс болады. Жұмыртқалы массамызға құмшекерді қосып, жақсылап тұрып бір араластырып аламыз. Енді осы жақсылап араластырғаннан соң, жаңағы дайындап қойған ұнымызды жай-жайдан қосып араластырып аламыз бір келкі болғанша. Біздің массамызда арасында түйіршіктер болмау үшін ұнды осылай 2-3 бөліп салғандарыңыз дұрыс болады. Негізінде миксермен араластырсаңыздар да болады, немесе венчикпен де болады. Бірақ мен осылай шанышқымен араластырғанда да өте әдемі болып шығады. Міне бізде ең соңында осындай шоколадты қоймалжың масса шығу керек. Бағана дайындап қойған осындай 2 бокалымыздың ішіне жақсылап майлап аламыз. Сөйтіп жартылайдан құямыз. Жартыдан көп құймауға кеңес беремін, себебі бұл қазір микротолқынды пеште өте қатты көтеріліп піседі, сыртынан ағып кетуі мүмкін. Енді осы кекстерімізді микротолқынды пешке 3 минутқа қойып пісіріп аламыз. Мінекей біздің 3 минутта дайын болатын кексіміз пісті. Оның бетіне қалауларыңыз бойынша осылай қант ұнтағын сепсеңіздер болады әдемілік үшін. Осы кексті жасауға сіздерге кеңес беремін. Менің өз балаларымның бұл ең сүйікті десертіне айналды десем болады. Сіздер де өз балаларыңызды қуантыңыздар. Мінекей ішін піспейді деп уайымдамаңыздар. Іші осылай үлпілдек, өте жұмсақ болып, күшті болып көтеріліп піседі.